Джеффри Эпштейн 1953 жылы Нью-Йоркте дүниеге келген. Бай отбасында емес, элита арасында емес. Оның ата-анасы қарапайым адамдар болған. Әкесі қалалық саябақта бағбан болып жұмыс істеген. Анасы мектепте көмекші қызметкер болған. Олар Бруклинде тұрған, онда қымбат виллаларда, люкс көліктерде, жеке ұшақтарда жоқ еді. Бірақ Джеффриде бір ерекшелік болды. Ол өте ерте жастан ақшаның күшін түсінді. Тағы бір нәрсені де түсінді: адамдар көбіне шындыққа емес, сенімділікке сенеді. Егер сен өзіңді әлдеқашан табысты адамдай ұстасаң, көп адамдар оны шындық деп қабылдайды. Эпштейн осы ережені өте жақсы меңгерді. Ол мектепте ақылды оқушы болды. Математиканы жақсы түсінді. Бірақ университетті аяқтаған жоқ. Әдетте мұндай жағдайда адам қарапайым жұмыс істейді. Ал Эпштейн басқаша шешім қабылдады. Ол Манхэттендегі беделді жеке мектепке физика мен математика пәнінің мұғалімі болып орналасты. Бірақ мұнда бір қызық жайт бар. Онда жұмыс істеу үшін диплом қажет. Ал Эпштейнде диплом болмаған. Соған қарамастан оны бәрібір жұмысқа алған. Бұл оның қалай әрекет ететінін көрсететін алғашқы белгі еді. Сенімділік, харизма, адамдарды иландыра білу. Ол адамдарға әсер қалдыра білетін. Бірақ ол мұғалім болып ұзақ жұмыс істеген жоқ. Бірнеше жылдан кейін оны жұмыстан шығарып жіберді. Ресми себебі жұмысты дұрыс атқармағаны. Алайда кейін кейбір оқушы қыздар жас мұғалімнің өзін біртүрлі ұстайтынын айтқан. Ол жоғары сыныптағы қыздармен мектептен тыс жерде араласуға тырысқан. Кейде кештерге де барған. Сол кезде бұл үлкен жанжалға айналмаған. Бірақ жылдар өткен соң бұл естеліктер мүлде басқаша естіле бастайды. Жұмыстан кеткеннен кейін Эпштейн күтпеген қадам жасайды. Ол Уолл-стритке жұмысқа барады. Сол уақыттағы ең ірі инвестициялық компаниялардың біріне. Тағы да бір қызық жайт. Оның жоғары білімі жоқ. Соған қарамастан оны жұмысқа алады. Ол бір ықпалды менеджердің арқасында болды. Ол жас математикалық талантқа мүмкіндік беруді шешкен. Эпштейн бұл мүмкіндікті пайдаланды. Өте жылдам. Ол қаржылық мәмілелер жасауда ерекше қабілет көрсетті. Ол бай адамдармен сөйлесе білетін, иландыра білетін, өзін миллиондарды сеніп тапсыруға болатын адам ретінде көрсете алатын. Бірнеше жылдан кейін ол компанияның серіктесі болады. Ал кейінірек өзінің жеке компаниясын ашады. Бұл компанияның ерекшелігі болды. Эпштейн тек өте бай клиенттермен ғана жұмыс істейтін. Ол олардың қаржысын басқарды, инвестициялар жасады, күрделі қаржылық схемаларды ұйымдастырды. Клиенттердің тізімі құпия сақталды. Бұл оған одан сайын жұмбақ бейне берді. 90-шы жылдардың соңына қарай Эпштейн миллиардер ретінде танылды. Ал ақша келген жерде жаңа өмір басталады. Зәулім үйлер, жеке ұшақтар, жеке аралдар. Эпштейн Манхэттеннен алып үй сатып алады. Нью-Йорктегі ең үлкен жеке үйлердің бірі. Мыңдаған шаршы метр. Антиквар жиһаз, қымбат өнер туындылары және үлкен таныстар желісі. Саясаткерлер, бизнесмендер, ғалымдар, атақты адамдар. Ол кештер ұйымдастырды, кездесулер өткізді, қайырымдылық шараларын қолдады. Біртіндеп әлемге ықпал ететін адамдардың ортасына кіре бастады. Оның айналасында миллиардерлер, Голливуд жұлдыздары, ықпалды банкирлер, тіпті корольдік әулет мүшелері де болды. Эпштейн олардың ішінде ең бай адам болған жоқ. Бірақ ол пайдалы адам болды. Ол байланыстыратын буын болды. Барлығын танитын адам. Қажетті адамдарды таныстыра алатын адам. Бұл оны құнды етті. Бірақ бұл сәнді өмірдің қараңғы жағы болды. Ол туралы ұзақ уақыт ешкім ашық айтпады. Өйткені бәрі жабық есіктердің артында болатын. Ал құрбандар қарсы тұра алмайтын әлсіз адамдар еді. Барлығы тыныш басталды. Үлкен жанжалсыз, тергеусіз, жай ғана күмәнді әңгімелер пайда болды. Кейбір қыздар бай қаржыгердің үйінде ақша табуға болатынын айтқан. Бар болғаны массаж жасау керек. Ол үшін шамамен $200 төлейтін. Қарапайым отбасынан шыққан жас өспірім үшін бұл үлкен ақша еді. Көпшілігі келісті. Бірақ бәрі айтылғандай бола бермейтін. Алдымен массаж, содан кейін өтініштер.
Содан кейін қысым, кейде қорқыту. Бірте-бірте қыздардың өте көп екені белгілі болды. Өте көп. Кейбірі кәмелетке толмаған. Осылайша біздің заманымыздағы ең үлкен қылмыстық жанжалдардың бірі басталды. Бірақ 2000 жылдардың басында ешкім оның ауқымын түсінбеді. Ең бастысы, ешкім мұндай адамның қылмыскер болуы мүмкін деп сенбеді. Өйткені ол өте бай, өте ықпалды еді, және тағдырларды шешетін адамдармен жақсы таныс болатын. Сәлем, достар. Сіздер Қарафайл каналындасыздар. Бұл жерде сіздерді детективтік оқиғалар, шынайы қылмыстық істер және әлемге әйгілі адамдардың өмір баяндары күтеді. Біз әрбір тарихтың артында жасырынған шындықты бірге ашамыз. Осындай қызықты оқиғаларды жіберіп алмау үшін каналға жазылыңыз. Ал ендеше жалғастырайық. Эпштейн ісіндегі ең танымал оқиғалардың бірі Флорида штатында басталады. Онда Вирджиния Джуфри есімді қыз тұрған. Оның балалық шағы қиын өткен. Ата-анасы ажырасып кеткен. Үйде үнемі жанжал болатын. Кейде тіпті зорлық-зомбылықта болған. Вирджиния ерте жастан үйден кетіп қалған. Ол көшеде өмір сүріп кездейсоқ жұмыстармен күн көрді. Бірте-бірте өте осал жағдайға тап болды. Тергеудің айтуынша, дәл осындай қыздарды Эпштейннің адамдары жиі тауып отырған. Бай отбасынан емес. Қорғанысы жоқ. Ақшаға мұқтаж адамдар. Және жоқ деп айту қиын адамдар. Вирджиния Флоридадағы бір спа салонда жұмысқа орналасады. Бір күні оған бір әйел жақындайды. Сәнді киінген, өзіне сенімді, британдық акцентпен сөйлейтін. Оның аты Гислейн Максвелл еді. Ол Вирджинияға өте бай адамның жанында жұмыс бар екенін айтады. Оған жеке массаж жасайтын адам керек. Жұмыс жеңіл, жалақысы жоғары. Бар болғаны 16 жастағы қыз үшін бұл үлкен мүмкіндік сияқты көрінді. Осылайша Вирджиния алғаш рет Джеффри Эпштейннің үйіне келеді. Үй өте әсерлі болды. Үлкен бөлмелер, мәрмәр баспалдақтар, қымбат жиһаз. Бұл қылмыс орнына ұқсамайтын. Керісінше, кинодағы миллиардердің үйіне ұқсайтын. Вирджинияны массаж бөлмесіне апарады. Сол жерде үйдің иесі күтіп отырған. Эпштейн массаж үстелінде жатқан. Денесінде киімі өте аз болған. Ол күлімсіреп, мені жай ғана Джеффри деп ата деді. Басында бәрі кәдімгі массаж сияқты көрінді. Бірақ уақыт өте жағдай өзгере бастады. Өтініштер біртүрлі бола бастады. Массаж бен басқа нәрсенің арасындағы шекара жоғала бастады. Сеанстан кейін Эпштейн қызға бірнеше $100 береді. Жас өспірім үшін бұл үлкен ақша еді. Вирджиния қайта келді. Тағы келді. Тағы келді. Кейін ол былай дейді. Бұл жай жұмыс емес еді. Бұл жүйе еді. Тергеу мәліметтері бойынша Эпштейн үлкен жүйе құрған. Қыздар жаңа қыздарды алып келетін. Ол үшін қосымша ақша төленетін. Жүйе өте қарапайым болды. Бай адам, массаж, ақша, қайта шақыру. Кейде қыздарға көмек уәде етілетін. Жұмыс, баспана, мансап. Бірақ бәрі қысыммен қатар жүретін. Кейбір қыздар кейін оларды мына жерлерге апарғанын айтты. Нью-Йоркке, Лондонға, Парижге және Эпштейннің жеке аралына. Ол жерде кештер өтетін. Бай әрі ықпалды адамдар келетін. Сол кезде бұл істің ішінде атақты адамдардың есімдері айтыла бастады. Ең үлкен жанжалдардың бірі ханзада Эндрюмен байланысты болды. Ол Ұлыбритания патшайымы Елизавета аяйының ұлы. Вирджиния Джуфри өзінің айтуынша ханзаданы Эпштейн мен Гислейн Максвелл арқылы таныған. Оның сөзі бойынша ханзада онымен кәмелетке толмаған кезде жақын қарым-қатынаста болған. Кейін бір фотосурет пайда болды. Онда Вирджиния, ханзада Эндрю және Гислейн Максвелл түскен. Бұл сурет істегі ең танымал дәлелдердің біріне айналды. Ханзада бәрін жоққа шығарды. Бірақ жанжал өте үлкен болды. Ақырында ол корольдік міндеттерінен шеттетілді. Кейін іс сотқа жетпей аяқталды. Вирджинияға үлкен мөлшерде өтемақы төленгені хабарланды. Ұзақ уақыт бойы Эпштейн туралы әңгімелер жай ғана қауесет болып қалды. Бірақ 2005 жылы жағдай өзгерді. Флорида полициясына бір әйел қоңырау шалды.
Ол өзінің қызы ересек ер адамнан ақша алғанын айтты. Тергеу осылай басталды. Басында шағын іс сияқты көрінді. Бірақ бірте-бірте полиция көп қыздарды тапты. Көпшілігі бірдей оқиғаларды айтты. Массаж, ақша, Эпштейннің үйі. 2006 жылы полиция ондаған құрбан бар екенін айтты. Сол кезде Эпштейн тұтқындалды. Бірақ дәл осы жерде оқиға күтпеген бағытқа бұрылады. Тергеуде көптеген дәлелдер болған сияқты көрінді. Көптеген куәлік, қыздардың көрсетулері, тергеу материалдары. Бірақ 2008 жылы күтпеген нәрсе болды. Эпштейннің адвокаттары прокуратурамен келісім жасайды. Бұл келісім көпшілікті таңғалдырды. Эпштейн тек бір ғана айыпты мойындады. Қалған айыптардың бәрі алынып тасталды. Федералдық тергеу тоқтатылды. Жаза 18 ай түрме. Бірақ тіпті бұл да ерекше болды. Эпштейн қарапайым тұтқын сияқты отырмады. Оның жеке камерасы болды. Ол аптасына 6 күн түрмеден шығып, өз офисінде жұмыс істей алды. Іс жүзінде ол тек түнде ғана камераға қайтып келетін. 13 айдан кейін ол босатылды. Көпшілік үшін бұл үлкен жанжал болды. Ондаған құрбаны бар миллиардер іс жүзінде жазадан құтылып кеткендей болды. Бірақ бұл оқиға осымен аяқталған жоқ. Журналистер бұл істі қайта зерттей бастады. Неге көптеген айыптар жоғалып кеткен? Неге құрбандар келісім туралы білмеген? Неге жаза соншалық жеңіл болды? Бұл сұрақтар көбейе берді. 2019 жылы федералдық прокурорлар істі қайта ашты. 2019 жылдың шілде айы. Эпштейннің ұшағы Нью-Джерсиге қонады. Ұшақтан түскен сәтте оны ФБР агенттері қарсы алады. Бұл жолы айыптар әлде қайда ауыр болды. Оған ондаған жылдық түрме қаупі төнді. Эпштейн Нью-Йорктегі федералдық түрмеге жіберілді. Бір айдан кейін сол жерде бүкіл әлемді дүр сілкіндірген оқиға болады. Қамаудан кейін бірден түсініксіз жағдайлар басталды. Бір күні Эпштейнді камерада мойны жараланған күйде табады. Ресми түрде бұл өзін-өзі өлтіруге әрекет деп аталды. Кейбір тұтқындар оған камерадағы көршісі шабуыл жасаған болуы мүмкін деп айтты. Осыдан кейін оны жалғыз камераға ауыстырды. 2019 жылдың 10 тамызы. Таңертең күзетшілер камераларды тексеріп жүр. Сол кезде олар Эпштейнді өлі күйде табады. Мойнында төсек жаймасынан жасалған ілмек болған. Ресми қорытынды өзін-өзі өлтіру. Бірақ бірден көптеген сұрақтар пайда болды. Неге бейнекамералар істемеген? Неге күзетшілер ұйықтап қалған? Неге ең маңызды тұтқындардың бірі бақылаусыз қалған? Эпштейннің өлімінен кейін интернет жарылды. Әртүрлі теориялар пайда болды. Кейбіреулер оны біреулер өлтірді деді. Өйткені ол ықпалды адамдардың есімдерін айтуы мүмкін еді. Басқалары бұл үлкен жүйенің бөлігі болған деді. Эпштейннің тізімі туралы әңгімелер тарай бастады. Онда саясаткерлер, миллиардерлер және атақты адамдар бар деген сөздер айтылды. Бірақ шындық әлде қайда күрделі еді. Шынында телефон кітапшасы болған. Бірақ ол жай ғана таныс адамдардың тізімі еді. Көптеген теорияларға қарамастан бірнеше факт анық. Біріншіден, Эпштейн кәмелетке толмағандарға қатысты қылмыстар үшін сотталған. Екіншіден, оның көптеген ықпалды адамдармен байланысы болған. Үшіншіден, 2008 жылы ол өте жеңіл жаза алды. Төртіншіден, оның түрмедегі өлімі әлі күнге дейін сұрақ тудырады. Джеффри Эпштейннің оқиғасы бұл тек бір қылмыскердің тарихы емес. Бұл билік туралы оқиға, ақша туралы оқиға, және кейде жүйе ең бай адамдарды қорғай алатынын көрсететін оқиға. Эпштейннің айналасында жылдар бойы қауесеттер жүрген. Көп адамдар оның өмірінің күмәнді жақтарын көрген. Бірақ ешкім араласпаған. Өйткені ол өте бай. Өйткені оның ықпалды таныстары болды. Оны қамауға алған кезде бәрі ақиқат ашылады деп ойлады. Бірақ бір айдан кейін ол қайтыс болды. Онымен бірге көптеген сұрақтарға жауап беру мүмкіндігі де жоғалды. Бұл іс әлі де аяқталған жоқ. Жаңа деректер әлі де пайда болуы мүмкін. Өйткені кейбір құпиялар адамдармен бірге жоғалады. Ал кейбір құпиялар олардың өлімінен кейін де өмір сүре береді.